Туристер үшін әлемдегі ең қауіпті 10 елдің тізімін ұсынамыз. Бұл ретте қылмыс деңгейі жоғары, әлеуметтік толқулар, саяси тұрақсыздық, терроризм жағдайлары сияқты факторларға негізделіп ескерілді. Бірінші орында Ауғанстан 2001 жылы 11 қыркүйекте ақш-та болған террорлық шабуылдан кейін елде НАТО әскері ұрыс қимылдарын жүргізіп, биліктен исламдық топты алып тастады. Алайда 2021 жылы ақш әскери күші Ауғанстаннан кеткеннен кейін бүлік басталып, билік басына тәліптер қайта келді. Әлем бойынша героиннің 80% Ауғанстанда өсіріледі. Көк нәр егу елдегі кедей шаруалардың негізгі күнкөрісіне айналған. Екінші орында Пәкістан, лаңкестер саны көп елдің бірі. Шын мәнінде Ауғанстан, Пәкістан аймағы террористік актілер бойынша Сирия, Ираннан кейінгі екінші орында тұр. Сонымен қатар саяси тұрақсыздық, халықтың көптігі, кедейлік, сауатсыздық және сыбайлас жемқорлық Пәкістанды әлемдегі ең қауіпті елдердің біріне айналдырды. Үшінші орында Конго Демократиялық Республикасы, саяси тұрақсыз ел, бірақ көптеген Африка штаттары сияқты табиғи ресурстарға бай елде сыбайлас жемқорлық пен қанаушылық, ресурстарды заңсыз өндіріп тасымалдау фактілері бар. Қақтығыстар соңғы 2-10 жылдықта жиі болып, 5-4 миллионнан астам адамның өмірін қиды және безгек сияқты ауру кеңінен таралған. Төртінші орында Оңтүстік Африка Республикасы. Аталмыш ел 1960 жылы Франциядан тәуелсіздігін алғаннан кейін әртүрлі диктатуралық кезеңдерді өткізді. Кісі өлтіру, тонау, зорлық-зомбылық секілді ауыр қылмыстар кең таралған. Күн сайын мемлекет аумағында 50-ге жуық адам өлтіріледі. Туристік орындарда күн сайын қалта ұрылар мен қаржылық алаяқтар көбейіп келеді. Бесінші орында Сомали. Елде 1991 жылы басталған ішкі қақтығыстар әлі басылған жоқ. Болып жатқан соғыстың салдарынан 100 мыңнан астам адам құрбан болды. Бүлікшілерді билік тоқтата алмай отыр. Алтыншы орында Ирак. Соғыстан зардап шеккен елдердің бірі. Қақтығыс ресми 2011 жылы аяқталғанмен әлі де бар. Ал саяси деңгейде тұрақсыздықтың бары шындық. Ислам мемлекеті деп аталатын террорлық топ елде ықпалын жүргізу үшін берілмей келеді. Жетінші орында Оңтүстік Судан. 2011 жылы Суданнан тәуелсіздігін алған ел, бұл аймақ 10 жылдай ішкі қақтығыстардан зардап шегіп келеді және этникалық зорлық-зомбылық қалыпты жағдайға айналды. Халықтың осал топтары көп жылдық әлеуметтік және саяси тұрақсыздықтың, азық-түліктің жетіспеушілігінен және су тасқыны сияқты климаттық апаттардың зардап шегуде. 8-ші орында Солтүстік Корея. Бұл ел бұқаралық ақпарат құралдарында президенті Ким Чен Ынның диктатуралық әрекеттері арқылы танымал. Мемлекеттің шекарасы жабық және әлемде атом бомбасынан бас тартпаған жалғыз ел. Адам құқықтары жөнінде халықаралық ұйымдар тұрғындардың бас бостандығы мен құқықтары шектелетінін айтады. Солтүстік Кореяда адамдарды заңсыз ұстау, азаптау және өзге де қатыгездіктер жиі кездеседі. Сондай-ақ мемлекетте өлім жазасы бар. 9-ші орында Сирия. 2011 жылы басталған қарулы қақтығысқа, яғни азаматтық соғысқа байланысты ең қауіпті ел болып саналады. Бұл мемлекетте түрлі лаңкестік топтар жиналған. Олар өзара бақталас, билікке ие болу үшін адам шығындарын еселеп арттыруда. Босқындардың саны 5 миллионнан асып кетті. Елдегі күнкөріс жағдайы төмен, азық-түлік тапшы. 10-шы орында Йемен. Қазір саяхатшылар үшін терроризм, адам ұрлау және зорлық-зомбылық қылмыстары сияқты себептерге байланысты қауіпті жер. Үкімет пен оның қауіпсіздік күштері қарапайым азаматтарды азаптау, адамгершілікке жат қылықтар мен соттан тыс жазалар қолданады. Сөз, баспасөз, дін бостандықтары шектелген.